Лембо әйел мүсіні. Тарихшылар бұл мүсінді өлім құдайы деп атайды. Бұл біздің дәуірімізге дейінгі шамамен 3500 жылы жасалған және зерттеушілер оны береке мен ұрпақтың жәдігерлі нышаны деп есептейді. Алғашқы иесі Лорд Альфонт. 6 жыл ішінде оның бүкіл отбасы қаза табады. Келесі иесі Айвер Минуччи де отбасы мүшелерімен қыздарымен бірге 4 жылдың ішінде қаза табады. Ал үшінші иесі Лорд Томсон Нойлдің және оның туыстары да дәл сол мезетте барлығы дүниеден өтеді. Бір кезеңде мүсін жоғалып кетеді. Жоғалған мүсін сэр Алан Бифербургтың қолына түседі. Нәтижесінде ол әйелі мен қыздарымен бірге дәл сол уақытта қаза табады. Тек Аланның екі ұлы ғана бұл мүсіннің қарғысынан аман қалып, Эдинбургтегі корольдік мұражайына өткізеді. Қарғысқа сенбейтін батыл адамдар үшін осы мұражайға барып сол мүсінді көруге болады. Қызық болса, лайк басуды ұмытпа.